Мен айтып жүрген осы ғой. Осы ма? Анау қоңыр шашты. Иә, қарашы, әдемі ғой. Иә, шынымен әдемі екен. Екеуің жарысатын сияқтысыңдар. Мүмкін. Сәлем, Денис. Сәлем. Мына кітаптарды сыныпқа апарасың ба? Тым ауыр сияқты. Жарайды. Оның қызы бар сияқты ғой. Мүмкін осы қыз оның қасынан шықпайды мүлдем. Мүмкін оның жігіті шығар, сен қайдан білесің? Білмеймін. Қарақат, тоқта. Сен үшін үйде ақшаны тастап кетесің, мә, ал қазір аш қалып қаласың ғой. Мен осы ақшаны саған әкеп бермейінде сен уже аш қалып қалатын едің. Рахмет айт. Алекс, не істеп тұрсың сен? Жүр, сыныпқа кеттік. Не от? Қарындасының ақшасын тастап кетіп, артынан жүгіріп жүрсің бе? Сондай сияқты кеттік. Масқара, менің ағам қазір ғана менің бар абыройымды төкті ғой оның қасында. Ол сенің ағаң ба не? Иә. Енді мен оған қалай қараймын? Ол мені бір ебедейсіз ұмытшақ деп ойлап қалды ғой. Жарайды, мүмкін уақыт өте келе ұмытып кететін шығар. Осы аға менің өмірі абыройын төгіп жүреді. Бір өзің қамқор екенін көрсеткісі келе ме, түсінбеймін. Масқара. Қай бетіммен барамын? Қай бетіммен қараймын? Жарайды, ештеңе кетпейді. Жүр, қазір қоңырау болады. Кеттік. Ең басты ақшаңды алдың ғой. Иә, соған да рахмет. Балам, бүгінгі күнің қалай өтті? Иә, бүгінгі күнім жақсы өтті. Анау қарақат бүгін ақшасын тастап кетті дейді. Кейін мен оны апарып берсем, бұл қарақат мені үй алып тұр. Солай ма, қарақат? Жоқ, мүлдем олай емес. Не үшін сен өзің туған ағаңнан үй аласың? Жоқ, мен үй алған жоқпын, жай өзімнің ақшам тастап кеткеніне бола үй алғам, болды. Өзің туған ағаңнан үй алма, үй алатын түгі де жоқ. Сабағын үздік оқиды. Айтпақшы, қарақат, не үшін сенің бәр сабағын 3 болып кеткен? Неге дегенде, пәндер қиындап кеткен, сол үшін 3 болып кеткен бәрі. Сабағынды көтеру керек. Үшін сен оқымайсың, өзің ағаңнан тәрбие ал. Үлгі де ал. Сабағын үздік оқиды. Сен өзінің туған ағаңа үй алып жүрсің. Оның несінен үй аласың? Үй алып жүрген жоқпын дедім ғой. Сен үй алып жүрсің өзің туған ағаңнан. Иә, қызым, оның болмайды. Өзінің туған ағасынан үй алу өте ұят. Соны біліп жүр. Иә, мен несінен үй аласың? Мен өте әдемімін. Иә, сен әдемісің. Қарақат. Болды, қойыңыздаршы. Болды, мен уже бәрінен шаршадым. Мені ешкім түсінбейді. Мен сабағым төмен болса, ол жай ғана сабақ. Ол мені өмірде деңгейімде еш нәрсені көрсетпейді. Сіздер уже шаршаттыңыздар. Кеттім мен өз бөлмеме. Барлықтарымен шаршатып бітті. Мектепте анау, үйде мынау. Бір бәле болса сабақ дей береді. Ешкім мені түсінбейді, мүлдем түсінгісі келмейді. Жарайды, жатып ұйықтайыншы.
Алекс мектепте өз қарындасына қарап жүр. Бұның санау жақсы емес сияқты. Иә, қарақатқа көп көңіл беру керек сияқты. Жарайды, қарап жүрем, мен кеттім. Мен қайдамын? Мына жер немене? Қандай әдемі жер. Бірақ менің миым қайда кеткен? Жарайды, қазір көре жатамын да. Мүмкін бұл мен түсім шығар. Көремін қазір. Мына жерде напитоктар да бар екен ғой. Шынымен бұл менің өмірім бе? Қандай күшті. Мәссаған, мына жер ванна екен ғой. Қазір жуынып алмасам. Мәссаған, қандай күшті. Мына жерді көрейін. Бәрі керемет қой. Енді маған киім табу керек. Мына жерде шкаф бар екен. Ішін ашайын. Вау, неткен әдемі көйлек. Менің армандағым көйлегім ғой мынау. Қазір киіп алайын. Енді арғы бөлмелерде не бар екенін көрейін. Мына жерді көрсем бе екен, әлде астыға түсіп көрейін бе? Мен қазір 3-ші қабатта екенмін. Жарайды, астыға түсіп көрейін. Бұл үй емес, бір қонақ үй сияқты ғой. Жарайды, мына бөлмені көрейін. Неше есіктердің бәрі ашық екен. Анашым, әкешім. Қызым, қалайсың? Қайырлы таң. Иә, сізге де қайырлы таң. Бүгінгі күніне сәттілік. Иә. Бұл біздің үй ме? Әрине біздің үй. Саған не болған? Әлде шаршап қалғансың ба? Жоқ, бәрі жақсы. Бүгін мектепке бармауына болады. Егер шаршап тұрсаң. Жарайды. Анашым, асхана қайда? Асхана бұл 1-ші қабатта ғой. 1-ші қабатта ма? Иә. Бұл бөлмелер барлығы біздікі, уайымдамасам болады. Шынымен бәрі біздікі ма? Иә. Қазір бірге таңғы ас ішетін боламыз. Ағамды шақырып керек қой. Ағамды ма, бұл қай бөлмеде? Ол сенімен бірге, так, 3-ші қабатта ма, әйтеуір сол жерде отыр ғой. 3-ші қабатта ма? Иә. Менің бөлмемде ме? Жоқ. Бізде 3-ші қабатта бассейн бар. Сол жерде ол демалып отыр. Бассейн бар ма біздің үйде? Иә. Жарайды, қазір шақырып келем.
Біздің үйде бассейн бар екен ғой, күшті. Қайтадан 3-ші қабатқа барайын. Ағам тұрып, қандай болған екен? Мүмкін өзгерген шығар. Мына жер менің бөлмем болса, мына жерде болу керек. О, мына жерде отыр екен ғой. Аға, кеттік бірге таңғы ас ішеміз. Кейін барам. Саған не болған? Сен бізбен бірге ішетін едің ғой. Мен саған не дедім? Кейін барам дедім. Сен не үшін маған суық сөйлеп жатсың? Барай бер, кейін өзім барам. Жарайды. Ол бетіне маска жағып алған ба? Ол әшейін бетіне де қарамайтын еді. Кеттім. Қызым, ағамды шақырдың ба? Иә, шақырған, бірақ ол бетіне маска жағып демалып отырған. Ол не деді? Ол ма? Ол киім өзім ішем деді ма? Әйтеуір солай деді. Жарайды, олай болса бастай берейік. Сонда ағамды күтпейміз ба? Ол өзі келеді, өзіміз іше береміз. Жақсы. Мына жерді көрейінші? Әрине көрейік ғой. Мен саған айттым ғой, бәрі біздікі деп. Мәссаған, қандай тәтті. Ол қазір келуі керек. Иә, қазір келетін шығар. Олым келіп бірге таңғы ас ішіп келдім. Сонда сен менің ағамсың ба? Олым, саған не болған? Ағамды бірінші рет көріп тұрсың ба? Жоқ, түрі бұндай емес еді ғой. Бүгін басына бір бәле тиген сияқты ғой. Жарайды, іше берейікші. Жоқ, сен түрің ондай емес еді ғой. Менің түрім бұрыннан сондай. Мен түрімді бірінші рет көріп тұрсың ба? Кейін сен олай сөйлемейтін едің ғой. Мен бұрыннан осылай сөйлеймін. Кәнекей, таңғы асты бастай береміз бе? Иә, бастай берейік. Өте көп екен. Қазір мен боянып алайын. Ең бірінші неден бастасам болады? Мынадан бастайын. Мәссаған, күшті макияж шықты. Енді мына жерді жинастыру керек. Қазір мына жерді жинастырып тастайын.
Енді мен шашымды тастайын да кете берейін. Болды, мен дайынмын. Бүгінгі тұрғыда кіммен шығады екенмін? Мүмкін мен адаммен шығатын шығармын. Кеттім. Жүр кеттік. Қарақат, тұр, мектепке кешігесің. Қарақат. Той, сен не үшін мені оятасың? Енді сен мектепке барасың ғой, мектептен кешігесің. Мен өзім білем. Не үшін мені ұйқымнан оятасың? Енді бүгін мектеп қой. Мектеп болса да мені ұйқымнан оятпа. Енді сен мектептен кешігесің деп мен сені ояттым ғой. Мынаған қарашы, сен 1 сағат бұрын ерте оятқансың. Енді сен дайындалмайсың ба? Мен өзім білем дедім ғой. Қарақат, маған олай сөйлеме. Мен өзім білем. Мына жерде не болып жатыр? Мына Қарақат мектепке барғысы келмейді. Мен оятсам, маған айқайлап жатыр, неше мені оятасың деп. Қарақат, бұл не? Не үшін сен ағана күн бермейтін болғансың? Жоқ, неше ол мені оятады. Енді бүгін мектеп қой. Мектеп болса не болыпты? Енді бүгін мектеп, сен мектепке баруың керек. Соны нешін түсінбейсің? Мен бәрін түсінемін, бірақ осы мені маған бәрін құртып жүреді. Алекс. Енді сен қайта ағана рахмет айтуың керек. Не деп рахмет айтам? Сен неше азанмен ұрыс шығарып жатсың? Бол тез киін. Мектептен кешігесіңдер. Басты қатырма. Мектепке барасың, болды. Әне сенің кесірің. Анашым өмір маған сенің кесіріне бола ұрсады. Бірақ мен еш нәрсе істеген жоқпын ғой, өзім бәрін бастадым ғой. Жоқ, бәріне сен кінәлісің. Кеттім мен. Ақыры мектепке бар дедіңдер ғой. Бұған не болған? Жарайды, кеттім мен. Сәлем, қалайсың? Жақсы, өзің? Менде де бәрі жақсы. Кеше білесің бе? Мен кеше ұйықтап қалғанмын ғой. Сол кезде мен күшті түс көргенмін. Мен және менің отбасым өте бай екенбіз. Содан кейін білесің бе, жаңадан бір көлік шығып еді ғой. Иә, сол менің үстімде екен. Содан кейін біз бір күшті бір үйде тұрады екенбіз. Иә, содан кейін білесің бе, менің ағам Алекс бар ғой. Иә, соның түрі өзгеріп кеткен ғой. Қандай болып? Қазіргі түрінен қарағанда жақсырақ. Жақсырақ? Иә, оның шаш үлгісі де, киім үлгісі де бәрі өзгерген. Өте әдемі болып кеткен еді. Өмірде де сондай болса ғой. Сен оның өмірде сондай болғанын естисің. Жарайды, кеттік, қазір қоңырау болады. Сәлеметсіздер ме, балалар? Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Бүгіне осы оқушы ма? Бүгін сынып бойынша 2 оқушы болып отырсыңдар ма? Иә, бүгін оқушылар аз, қазір тұмау жүріп жатыр ғой. Жарайды, сабағымызды бастай берейік. Бүгінгі біздің сабағымыз
алгебра кітабын тастап кеттім ғой. Не, олар тағы да бірге отыр ма? Олар ылғи бірге отырады. Той, осы қыз мені шаршатты ғой. Бүгін түсімде осыны көрсем. Не болды, қарақат, ашыласың ғой. Білесің бе, олар тағы бірге отыр ғой. Тағы бірге отырмай. Иә, айттым ғой. Иә, сен айттым, бірақ оның не пайдасы бар? Иә. Енді не істейсің? Білмеймін. Шаршап кеттім. Иә. Жүр, қазір алгебра сабағы басталады. Сабағымызды оқи берейік. Той, осы алгебраны жаман көрем. Кім жақсы көреді дейсің? Жүр, кеттік. Қазір алгебра сабағы басталды, және қазір біз Пифагор формуласы арқылы есеп шығаратын боламыз. Мінеки формула. А квадрат қосамыз Б квадрат тең С квадрат. Енді осыған байланысты кітапта есептерді шығара беріңдер. Мінеки 15 минут өтті, енді кім қанша есеп шығарды? Абай, мінеки мен есептерді шығарып болдым. Бірінші есепте бізде 5 шығады, ал екінші есепте бізде 3 шығатын болады, ал үшінші есепте бізде 7 шығады. Иә, дұрыс. Ал қарақат, сен шығардың ба есептерді? Жоқ, менде есеп шықпады. Қалай сонда? Мына тақтада формасын жазып қойып едім ғой. Иә, бірақ мен шығарамадым. Қарақат, бұным болмайды. Мінеки сендер де есептерді шығарасың деп тақта формуланы жазып қойдым. Енді бар болғаны осы формулаларды қолдана отырып сандарды қоя салу. Кейін мәннің өзі де шығады ғой. Иә, түсініп тұрмын, бірақ маған математика ұнамайды. Бұл математика емес, бұл алгебра. Иә, алгебра маған ұнамайды. Саған ұнамаса да бұл мектеп пәні. Мектепте бекітілген пән. Осыны сен оқу тиіссің. Иә, мен түсініп тұрмын. Жарайды. Келесіде осы формуланы қолдана отырып шығарып келесің есептерді. Бірінші мен сенен сұраймын. Жарайды. Ал енді келесі есептерімізді шығара бастайық. Мына формуланы өшіре берейін. Бізде дискриминант деген тақырып бар. Осыған әрі қарай жалғастыра берейік. Д тең формула, енді номер бірінші есептен басып шығаратын боламыз. Алдымен осы біз формуланы жазып аламыз. Содан кейін кітапта берілген мәндерді осы формулаға қоятын боламыз. Сосын біз қызым, жүр, кеттік. Мінеки осы жерден қалаған киімімді ала бер. Осы жерден бе? Қандай күшті, бұл біздің қалада ең қымбат дүкендердің бірі ғой. Иә, қызым, осы жерден киімдеріңді ала бер. Шынымен бе? Мынаны алғым келіп тұр. Қазір көрейін.
Вау, қандай күшті. Қалаған киімдеріңді ала бер. Мен ана жерде отырып күтемін. Жарайды. Болды, енді кеттік. Жүріп кеттік, бұл жерге кірейік. Жарайды. Мен осында алғым келіп жүреді. Қалағанның бәрін ала бер. Қазір. Алатын заттарымды алдым ба? Иә, алдым. Енді осы жерде демалып алайық. Иә. Мына жерге қоя тұрайын. Анашым, қарашы, мына қандай үлкен болды. Иә. Вау, қандай тәтті. Жарайсың. Кәнекей, төлей ғой. Енді кеттік. Қазір заттарын алайын. Қарақат, тұр деймін мен саған. Қарақат. Қарақат. Не болып жатыр? Тұр деймін мен саған неше рет айттым тұр деп. Не үшін сен ұйқыңнан тұрмайсың? Мен ұйықтап қалдым ба не? Иә, сен ұйықтап қалдың. Бүгін сен ата-анаңды шақыратын боламын. Сен неше рет сабақты ұйықтап қалатын болғансың. Жоқ, менің ата-анамды шақырудың қажеті жоқ. Кешіріңізші, екінші қайталанбайды. Осы сөзді мен неше рет естідім. Бүгін сен ата-анаңды шақыртамын және жеке сөйлесетін боламыз. Кешіріңізші, апай, екінші қайталанбайды. Мен қатты шаршап жүредім, сол үшін ұйықтап қалдым. Сен қатты шаршайтындай не істейсің үйінде? Бүгін ата-анаңмен жеке сөйлесетін боламыз, сол кезде білеміз сен не үшін қатты шаршап жүргеніңді. Апай, кешіріңізші. Жоқ. Енді сабақты жалғастыра береміз әрі қарай. Сен тұрып тұрасың. Тұр ана жақта бұрышқа. Апай, бірақ деген сөзді қой, бол тез, тұр бұрышқа. Шынымен де Қарақатқа не болған екен? Соңғы кезде өте көп ұйықтайтын болған ғой. Бүгін сен ата-анаңмен жеке сөйлесесің болмайды. Бүгін кім керек үйдегілеріне, соны айт. Апай, мен ата-анамды шақырмай ақ қойыңызшы. Жоқ дедім мен саған. Әрі қарай есептерді жалғастырамыз. Кереметсіз бе, сіз Қарақаттың анасысыз ба? Иә, мен Қарақаттың анасымын. Қарақатқа не болды, соны айтасыз ба? Не үшін сіз мені шақырдыңыз? Қарақат, шыға тұршы. Қарақат, шыға ғой. Мен сізбен отырып емес, тұрып сөйлесейін. Білесіз бе, осы Қарақатқа не болған, жалпы сіз хабарыңыз бар ма? Қарақатқа не болыпты? Жалпы ол сабақта күнде ұйықтап отырады. Ұйқы. Болды. Сабақта дым сабағын оқымайды. Сабағы қазір 3 емес 2-ге түсейін деп жатыр. Не, 2-3-ті қойып енді 2-ге түсейін деп жатыр ма?
Иә, екіге түсетін болса, біз мектептен шығаруға мәжбүрміз. Себебі бұл жерде тек қана дарындылар ғана оқиды. Бірақ не үшін ол күнде ұйықтап жүр? Білмеймін. Соны мен сізден сұрайын деп едім. Сізде қарақатқа көп жұмыс істетесіздер ме? Әлде ол түнде жұмысқа шыға ма? Жоқ, ол еш жерде шықпайды, ол үйге келсе де ұйықтайды. Үйге келсе де ұйықтайды ма? Иә. Мен ойлайтын едім, ол мектепте сабақты көп оқып шаршап, содан кейін үйге келіп ұйықтайды деп. Өкінішке орай олай емес. Ол мектепте де ұйықтайды, әр сабақта ұйықтайды. Бірінші сабақтан бастап, соңғы сабаққа дейін ұйықтайды, содан кейін білмейміз, біздің хабарымыз жоқ. Неше бір мұғалімдер қарақаттың үстінен шағымданып жатыр. Ол мүлдем сабақ айтпайды, тек ұйықтай береді. Ұрсып тұрғызсақ та, ол бәрібір ұйықтап қалады деп. Мен қалай сонда? Ол мектепте де ұйықтайды. Біздің үйде де, өзіміздің үйімізде де ұйықтайды. Сонда оның күні тек ұйқымен өтіп жатыр ма? Сондай сияқты ғой. Мен сізге бар айтатын кеңесім, қарақатты дәрігерге апарыңыз. Себебі бұндай ұйқы шамадан тыс. Иә, сіз дұрыс айтасыз. Иә. Енді бар айтатын сол, сізге алдын ала ескерттік, қарақаттың жағдайын айттық, енді сау болыңыз. Сау болыңыз. Кете берсеңіз болады. Жарайды. Шымен тура бір бәле деппін ма? Қызым, бұл жерде сөйлесетін әңгіме емес, үйге барып сөйлесеміз. Үйге барып, нешін қазір айтуға болмай ма? Жоқ, қазір айтатын жер емес, үйге барып сөйлесетін боламыз. Жарайды, кеттік. Иә, қызым, саған не болған? Мұның бәрін айта берсем болады. Анашы, маған еш нәрсе болып жүрген жоқ. Не үшін сен көп ұйықтайтын болғансың? Сені мектепте де ұйықтайды дейді. Барлық сабақта ұйықтап отырады екенсің. Жоқ, мен бір-екі рет ұйықтағанмын, сол үшін олар көбейтіп айтқан ғой. Мен көп ұйықтаған жоқпын негізінде. Бірақ сен ұйықтадың ғой. Иә, мен ұйықтадым, мен кеш жатқанмын ғой. Жоқ, қызым, сен ерте жатасың. Содан кейін оянбайсың. Кейін мектепке кетерде бір аған сені мәжбүрлеп тұрып оятады. Сол кезде әрең кетесің. Сен мектепте ұйықтап отырады деп. Түсіндім, анашым. Әрі қарай жалғастырмай қойсаңыз болады. Мен қазір өте шаршап жүрмін, сол үшін мені түсінесіз деп ойлаймын. Бірақ қызым, сен бір жерім ауырып жүрсе, дәрігерге барайық. Бұның соңы жақсылыққа апармайтын сияқты. Жоқ, бәрі жақсы. Мен кете берсем болады ма? Сен қазір бізбен дым сөйлеспейтін болғансың, арамыз суып баратыр. Жоқ, ол жай ғана өткінші нәрсе ғой, анашым. Ол үшін көңіл күйіңізді түсірмеңіз. Және сен біртүрлі сөйлейтін болғансың. Жоқ, бәрі жақсы. Олай болса мен кете берейін. Той, осы өмірмен шаршап кеттім. Сәбі ұйықтап, түсімде болсын, көңіл күйімді көтеріп қалып едім. Енді бастады, не үшін сен ұйықтайсың, анау деп. Мектепте де ұйықтасам да тыныштық жоқ, үйде ұйықтасам тыныштық жоқ. Анау Алекс мені оятып алай береді. Біз сәл бір адамға тыныштық беру керек қой. Жарайды, кішкене бір ұйықтап тұрайыншы. Қызым, тұр. Қызым. Я, анашым. Мен саған не дедім, сен ұйықтамайсың. Бірақ мен ұйықтағым келіп жатыр.
сен өзіңді бір мәжбүрлеп ұйықтатып жатқан сияқтысың. Жоқ, олай емес. Дәл солай. Мен дәрілерім бітіп қапты. Дәріханаға барып келесің бе? Кішкене ұйқыңды ашып келесің. Иә, әрине барып келем. Қазір ақша берем, күте тұр. Және өзім дәрілерімді алып келесің. Мінеки, мына дәрілерді алып келем. Жарайды, олай болса мен кеттім. Сәлеметсің бе? Сіздерде осы дәрілер бар ма? Иә, барлығы бар. Содан бересіз бе? Қазір күте тұр. Мінеки. Сау болыңыз. Иә, жақсы, рахмет. Мына қағаз алуды ұмытпаңыз. Айтпақшы, тоқтай тұр. Не болды? Ең соңғы ұйықтататын дәрі бізде сатылмайды. Оны сатылмайды, енді оны қайдан алуға болады? Оны ма? Қазір мен саған мекен-жайын берем, сол жерден аласың. Жарайды, бірақ оны көп ішуге болмайды. Бір рет іштім бе болды. Соны ескертіп қояйын дедім. Одан көп ішсең не болады? Ол жағын айтуға болмайды. Тек қана ол дәрі бір рет ішіледі, болды, басқа ішілмейді. Жарайды. Неге осы жерге барасың? Түсінікті, рахмет. Қорқынышты ғой, жарайды. Анам айтқан дәріні алып келейін, болды. Сәлеметсіз бе? Сіздерде дәрі бар ма? Иә, әрине бар. Содан бересіз бе? Қазір күте тұр. Мінеки, бұл саған көмек. Соны ал да іше бер. Бұны көп ішсең ешнәрсе болмай ма? Жоқ, болмайды маған сен. Сау бол. Шай берсем болады. Жарайды. Бірақ бұл жерде айтылған дәрілердің ешқайсысы жоқ қой. Жарайды. Тексеріп алайын. Мына жерде дәрілердің бәрі бар. Ал мына жерде басқа дәрілерді беріп жіберген сияқты. Бірақ ешқандай ақша алмады. Жарайды, осыларды ала берейін. Бірақ не үшін бұл жердің мекен-жайын берген? Жарайды, кете берейін. Бәрін әкелдім. Жарайсың қызым, ана жерге қой. Қазір бәрін тексеріп аламын. Ана не үшін бермедің? Бұл өзіме. Бұның ішінде дәрілер жоқ па? Жоқ, ешқандай дәрі жоқ. Жарайды. Бұның ішінде не бар? Өзіме керекті заттар ғана бар. Жарайды.
маған ұйықтауға ешкім кедергі жасай алмайды және мені оята алмайды. Мыналардың бәрін үшін. Так, мұны қазір маған керек жоқ. Неге? Ойымның басымды айналдырып жатыр ғой. Жарайды, жіберейін. Біртүрлі болып жатырмын. Алғанымның бәрі кетті, енді мені қатты ұйықтағым келіп жатыр. Не oldu Қарақат, ұйықтап қалдың ба? Денис, не oldu? Мені бірінші рет көріп тұрғандай болдың ғой. Мына көз саған. Рахмет. Жүр кеттік бірге серуендеп қайтайық. Бүгінгі табиғат қандай әдемі. Иә. Бұл саябаққа бару менің арманым еді. Енді арманды екеуміз бірге орындап жатырмыз. Кеттік. Мына гүлді тастай берсең де болады. Жоқ, маған осы гүл ұнайды. Жарайды. Жүр кеттік, мына жерге отырайық. Бүгінгі күн ерекше керемет өтті. Иә. Қарақат. Иә. Саған бұрыннан бері бір нәрсе айтқым келіп жүр еді. Иә, айта бер. Сен маған ұнайсың. Бағана берген гүлім аз болды деп мінекей саған тағы гүл. Рахмет. Енді осы жерде мәңгі екеуміз бірге қаламыз. Шынымен бе? Әрине. Егер сен әрине менімен бірге мәңгілік қалғың келсе. Иә, мен қаламын. Бағана сенің түрің біртүрлі болып кетті ме? Жоқ, еш нәрсе болған жоқ қой. Жарайды. Қарақат, сен не істеп жүрсің? Аға, сен бұл жерде не істеп жүрсің? Әкем болып кетті. Кет бар. Жүр, қайттық. Сен не үшін Қарақатты алып кетпекшісің? Бұл менің қарындасым. Жүр, Қарақат бір. Жоқ, мен осы жерде қалғым келеді. Қарақат, жүр деймін мен саған. Жоқ, мен осы жерде қаламын. Сен қалмайсың. Кәне кет бұл жерден. Жарайды. Үйге барған соң сөйлесетін боламыз. Кешір, Алекс, өмірі осындай. Жарайды, еш нәрсе кетпейді. Саған не болып кетті? Не үшін сен сөйлемей қалдың? Құбыжыққа айналып кетті ғой.